Әрбір жасырын некенің соңы жарға келіп соқтырмаса, ешқайсының отбасылы болып, соңы бақытқа ұласқан емес. Ата-ананың рұқсатынсыз неке қиылмайды. Мен білген жоқпын неке қиылатқанын. Жалдамалы пәтерде Некеміз қиылып сөйтіп Үлкен күнәлар қатарына жатады уақытша неке. Себебі жасырын неке деген атының астарында жымысқы ой мен пасық пиғылдың жасырынып жатқаны рас. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз қаншама қызғалдақ қыздарымыздың тағдырын талқан қылған жасырын некенің тағы бір құрбаны. сол уақытта маған ұнаған жоқ енді. Сол әбден некеміз қиылғаннан кейін сомнение ұстап қалдым. Қалай болсын да деп ол. Точно қиылды ма неке, қиылған жоқ па деп. Егер менің әйелім болса, мен сені бақытты қыламын. Тұрмысқа шыққаннан кейін бетімді жауып тастап, үйден ешқайда толқын шыққан жоқпыз. Телевизор қарамайсың, кітап оқи бересің болды. Артық движение жоқ. Болды. Енді үйде отырасың. Шықпайсың ешқайда, түсіндің бе? Жайлап жеткізу деген жоқ, олар деген қатты айтады да. Тас жүрек. Біз ислам дін ұстанамыз дейді де, бірақ керек жерде өздерінің нәпсісімен жүреді жерінде, о төрт мазхабтың жөнінен алуға болады. Яғни керегін ал, керек емесін таста деген. курстарға баруым керек қой. Қайдағы курс, аузы білді? Мә, мына кітапты оқисың. Бетіңді жаппаймын, оқуыңды аласың дейді. Сол сеніп қалдық қой. Түбінде оқуымды бітірген жоқпын, ол сен айтады, ол сен ешқайда жұмыс жасамайсың, сен бұл диплом саған не керек, ақшасын зауыттен босқа неге төлейміз, далада қалады деп оқуымнан алдыртып алды. Қазір соның зардабынан оқуымды бітірмегеннің кесірінен қазір ешқайда андай государственный жерге жұмысқа орналаса алмаймын. Білім жоқ қой, енді аяқталмаған незаконченный білімнің кесірінен. Жалпы дәстүрлі ата дінімізде неке жариялы дүние. Ал оның отбасын құрғалы отырған жастардың ата-анасынан, ағайын туыстары мен тума туыстарынан, жора жолдастарынан жасырын жүзеге асуының аяғы баяғы қарагөз қыздарымыздың көз жасын көлдетіп, қаншама бейкүнә сәбилеріміздің әкесіз ер жетуіне әкелді. Керек емес, садикке бармайды, үйде отырады, үйден үйренеді бәрін түгілдей. Үйден отырған бала деген жабайыланып қалады ғой. Келіндік міндетіңді атқармайсың. Шай құю мысалға отырып та, қонақ келді үйге шай құймайсың. Бір бөлмеде шайын дайындап кетесің, кетіп қаласың, басқа жақта отырасың. Халықтың ата салтынан тартынып, елдің заңына бағынбайтын, өздерінің өрескел нәпсілік істерін анық шариғат деп қабылдайтын жат ағымда жүргендердің тырнағына ілініп, тағдыры бүлінгендердің болашақ ғұмырларда бұлыңғыр. болашақта өзінің құқығын қорғауға кері әсерін тигізеді. Бұндай жағдайда дейтін атап айтқанда, бұндай заңсыз некелерден әйел адамдардың, балдарының құқығын заңды түрде қорғап қалу өте қиын. Себебі неке құжат түрінде рәсімделмегендіктен ер азаматтар өз балаларына деген жауапкершіліктен жалтарады. Нағыз неке әркімнің куә болуы мен жасырын түрде жеке пәтерлерде емес, екі жақтың ет жақын тума туыстары мен ата-аналарының куәлігімен мешіттерде имамдармен қиылуы тиіс. Егер өзіңіз сөз байласқан болашақ өмірлік серігіңіз осылайша неке қиюдан тартынып қашқақтаса, имамдар мұндайларға иланбаудың абырой боларын айтады. Некені бір жеңіл қарайды. Соның ішінде мына дінде енді қабылдаған жастар, сонымен қоса өздеріне бір пәтуа шығарып алған псевдосалафизм немесе дәстүрлі емес діни бағыттағы азаматтар осындай нені ұстанып алады да, өзіне қолайлы, өзінің нәпсісіне жағымды мәселені алып қолданады. Уақытша неке сияқты етіп алады ғой. Бірдеме ұнамай қалса, все талағын беріп кетеді спокойно. Осы орайда психологтар пәледен машайықта қашыпты деген қағиданы ұстанып, халқымыздың ұлттық дәстүріне пысқырып қарамайтын адасқандарға арбалып қалудан абай болып қашық жүруге шақырады. Ата-ананың рұқсатынсыз мешіттен тыс жерде жасырын неке қию, ол адамның мына қоғамнан оқшаулануы, қоғамнан бөліну болып табылады. Адамның қоғамнан бөліну ол адамның психологиясына өте қатты әсер етеді. Және де осы діни психологиялық агрессиялар жастар арасында көптеп орын алуда. Сонымен асыл дініміз мақұлдамаған жасырын некенің соңының масыл боларымен және оның артында діннен адасқандардың тұрғанымен таныс болдыңыздар. Алланың бұйырған екі жартыны бір бүтінге айналдыратын некесінің құпиялылығы емес, жариялылығы қайырлы.